Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымызды мына бір өлең жолдарымен бастайықшы. Барлығымыз орнымыздан тұрып, бірге айтайық. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық, еңбек етіп ерінбей, жақсы баға алайық. Өте тамаша. Бүгінгі сабақта мен сіздерге жақсы көңіл күй тілеймін, сәттілік тілеймін. Енді сабақ кезеңдеріне қарайықшы оқушылар. Бірінші кезең, бірінші топқа бөліп аламыз, яғни геометриялық фигуралар арқылы екі топқа бөлініп аламыз және топ басшысын сайлаймыз. Екінші, еске түсіріп миға шабуыл әдісі, яғни үй тапсырмасынан сұрақтар беріледі, соларға жауап береміз. Үшінші кезең, мағынаны таны, стоп кадр әдісі, яғни бейне жазбаға назар аударамыз. Төртінші кезең, орында тәжірибелік жұмыс. Бесінші кезең, сабақты бекіту, сұрақ жауап әдісі. Ендеше, бірінші кезең топқа бөлу әдісі, мына қоржынның ішіндегі геометриялық фигураларды ала отырып, біздер не істейміз? Топқа бөлініп аламыз. Енді барлығымыз қолымызда геометриялық фигураларды көтерейікші. Енді үш бұрышты алған оқушылар сол жақтағы келіңіздер, төрт бұрыштың алған оқушылар оң жаққа ауысамыз. Жарайды, енді отырыс бөлініп алсаңыздар, енді әр топтың өзінің топ басшысын сайлап алайықшы. Біздің топта Кім топ басшы? Біздің топта Амир. Жарайды, яғни жұлдызшар тобында Амир топ басшы болады. Құмарша тобында кім? Кәусар. Кәусар, жарайды. Ендеше барлығымыз тақтаға қарайықшы оқушылар. Еске түсіріп миға шабуыл әдісі, яғни үй тапсырмасынан бірнеше сұрақтар беріледі. Тоқыма талшықтар жіктемесін ата. Кім жауап береді? Арай. Табиғи минералды химия. Жарайды. Дизайн дегеніміз не? Арай жауап береді. Дизайн жоба дайындау, яғни оны идеяны жүзеге асыруға дейінгі қамтитын үдеріс. Қамтитын үдеріс. Өсімдік тектес оюларды ата. Кәусар. Ағаш жапырақ, үш жапырақ, гүл өткізеді. Жарайды. Қол тігістерін ата. Жауап береді. Қол тігістері көктеу, қос көктеу тойлау. Өте тамаша, жарайсың. Енді осы сұрақтардың жауабын тексеріп көрейікші. Бүгін оқушылар қыздар жақсы дұрыс жауап бере алды ма? Тоқыма талшықтар жіктемесін ата. Табиғи, химиялық, минералды. Дұрыс жауап берді ме Арай? Жақсы. Дизайн дегеніміз не? Жобалап дайындауды, яғни идеяда жүзеге асыратын үдеріс. Дұрыс жауап берілді ма? Иә, дұрыс жауап берілді. Өсімдік тектес оюларды ата. Үш жапырақ, жауқазын, жеті гүл, дұрыс жіктер, гүлдер және тағы басқалар деді. Жақсы, дұрыс екпекен? Дұрыс. Қол тігістерін ата деді. Көктеу, қос көктеу, торлау. Дұрыс па? Жақсы. Өте тамаша. Енді оқушылар бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы тоқыма мозаика техникасымен жасалған тігін бұйымдарының дизайны, яғни өзіміздің қазақтың құрал әдісі, пэтчворк, квилт және тағы басқа идеяларды ойластыру. Оқу мақсаты өзінің және өзгенің суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлік тәжірибесін сүйене отырып және композицияның негізгі заңдылықтарын ескеріп, қарапайым нысандардың дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау. Енді тақтаға қараймыз. Бүгін наурыздың 3-і тақырып жазамыз. Тоқыма мозаика техникасымен жасалған тігін бұйымдарының дизайнын құра, пэтчворк, квилт жазаламыз. Бүгін күнді жазамыз. Жақсы болдыңыздар ма? Ендеше екінші кезең мағынаны таныңыз. Стоп кадр әдісі, бейне жазбаға назар аударыңыздар.
барлығымыз түгел тақтаға қараймыз. Мұқият қарап тыңдап отырыңыздар. Дана, нені тастағалы жатырсың? Керексіз мата қиындыларды? Тастама. Олардан құрақ құрауға болады. Құрақ деген не? Осындай түрлі түсті және геометриялық пішіні әр алуан мата қиындыларынан құралған өрнекті құрақ деп атайды. Мысалы міне, мына қалам мен қаламсапқа арналған қапты еңбек сабағында өте кішкентай мата қиындыларынан құрағанбыз. Мұндағы өрнек ұшқан тырналарға ұқсайтын болғандықтан тырна қаптар деп аталады. Мұндай құрақ әдетте жастық тігуге қолданылады. Бесік пен төсек жабдықтарына, тұскиіздерге де салуға болады. Демек, құрақ құрау үшін кез келген істің маталарды бір-біріне ретсіз жалғай бермей, бояу мен істің мағынасын біліп, бір-бірімен үйлестіре білу керек екен ғой. Иә, сонымен қатар құралатын маталардың түріне, яғни қандай мата екендігіне назар аудару керек. Кейбір матаның түрлері жуғанда созылады, кейбірі керісінше тартылады. Егер осы қасиеттерін есепке алмай, олардан құрақ құраса, жуылғаннан кейін бұйым жарамсыз болып қалуы мүмкін. Түсіндім. Олай болса, құрақ құрамай тұрып, маталарды түріне қарай сұрыптап, барқын, жібек, сиса, сәтен қиындылар жеке-жеке бөліп алу керек екен. Содан кейін не бірыңғай барқыттан, немесе бірыңғай жібектен құрақ құрауға болады. Дұрыс. Көрдіңіздер ма? Бүгін осы құрақ құрау туралы не білдіңіздер? Өз ойыңызды айтайықшы, осы бейне жазба туралы не білдік? Айта қояйық, Меруерт. Өз ойыңды айтшы. Құрақ қайырған кезде ол матаны пішініне уже ол кішірейіп кетпеу үшін матаны бөліп алу керек. Дұрыс айтасыңдар. Ал құрақ құрау үшін қандай маталар пайдаланады екенбіз? Айта осы. Сиса, сәтен, барқыт, сығыр. Жарайды. Және тағы не білдік? Қосымша. Айта қояйық. Матаны керек емес деп жасауға болмайды. Дұрыс айтасың. Сұрапшылыққа бой алдырмауымыз керек. Жақсы, тамаша. Отыра алыңыздар. енді бері қараңыздаршы, құрақ туралы мағлұмат. Құрақ өнері негізі біздің қазақ халқында 16-17 ғасырдан бастап дамып келген оқушылар. Сондықтан да қарайықшы, құрақ төрге төсейтін көрпеше, мата қиындыларын қиыластырып тұмарша, сегіз жапырақ, ромб және неше түрлі қазақи нақыштағы оюлардан өрнектелген құрақ көрпені құрақ немесе құрақ көрпе деп атаған екен. Ерте заманда, ерте кездерде аба әжелеріміз құрақ құрай отырып, қыздарға арнап отан болып құралып кетсін, өсіп өнсін деген тілекпен әр қызға өзі арнайы жасалған болатын. Келесі, құрақтың түрлері де. Құрақ қазақ халқының сәндік, қолданбалы өнерінің бір түрі. Мұнда түсі мен фактурасы әртүрлі мата қиындыларын бірыңғай өрнек немесе бұйым құралады. Құрақ көрпешелердің әрбір бөлшегі геометриялық фигураларда тұрады. Оны біз жаңа бейнежазбадан тамашалаған болатынбыз, шаршы, алты бұрыш, трапеция, пирамида, үш бұрыш, ромб, тік төртбұрыш және параллелограмм екен. Құрақ көрпешенің арасына мақта не қойдың, түйенің жүнін салып, немесе қазіргі кезде жасанды мақталар, яғни синтепонды да пайдаланып салып, сырып тігіп дайындайды екен. Түсінікті ма? Енді бүгін біздің нақты білетініміз жаңа сабақта құрақ. Біз бағанадан бері айтып жатырмыз, қазақ халқының өзінің құрақ құрау мата қиындыларын қиюластырып, тұмарша, сегіз жапырақ, ромб, неше түрлі қазақи нақыштағы оюлардан өрнектерден құралған көрпені құрақ немесе құрақ көрпе деп атадық. Енді квилт дегеніміз не? Бүгінгі жаңа сөз. Құрақ құраудың америкалық техникасында матаның екі қиындысының арасына салынған ватин не мақта қабатымен бірге сырып тігіледі екен. Түсінікті ма? Бұл яғни америкалық техникасында дейді. Қараңыздаршы, ортасына не салынған екен? Ватин мен мақта қабатымен бірге сырып тігілген екен. Жайманың қос қабатын біріктіретін тігістер суретті ерекшелеп көрсетеді екен. Ал енді пейдж бар. Ол да бүгінгі жаңа сабақтың жаңа сөзі, жаңа сөз болсын, қараймыз.
пейдж бар. Матаның түрлі түсті қиықтарынан тұтас бұйым тігілетін қолөнер түрі. Классикалық құрап өнері Англияда пайда болған деп саналады екен. Түсінікті ма? Яғни пейдж бар, матаның дейді, не дейді? Бұл жаңағы түрлі түсті қиықтарынан тұтас құралғандықтан бұл Англияда дамыған деп пайда болған деп айтылады. Квилл Америкада екен. Түсінікті ма? Міне қазақша құрап, қазақша Америкада квилл, Англияда пейдж, орыстарда лоскутное шитье деп атайды. Ал жапон халқы хашико деп атайды. Біз оған тағы да қосымша тоқталып жатамыз. Түсінікті ма? Ендеше дәптерлеріңді ашып, осыны жазып аламыз. Жазылым. Анық көріп тұр ма? Болмаса оқулықты ашсаңыздар, оқулықта да берілген. 69-шы бетті ашсаңыздар, сол жерде берілген. Жазып аламыз. Жазып болғандарымыз басымыз көтеріп отыр. Түгел болдық па? Екі топта орындап болдық па? Ендеше біз бірінші тәжірибелік жұмысымызды бастайық. Бірінші тәжірибелік жұмыста алдарыңызға бір ой өтілер беріледі, және солардың сөйлесіміздің өз ойларыңызбен әзірлеп бояп шығамыз. Түсінікті ма? Оқушылар. Ең бірінші тәжірибелік жұмыс бастамасы бұрын біз нені еске түсіреміз, айтыңыздаршы? Қауіпсіздік ережелерін еске түсіреміз. Жарайды, айта қойшы. Ең алдымен қайшыны абайлап ұстау керек деп жауап беремін. Дұрыс айтасың. Қасар. Дұрыс айтасың. Қайшы өткір болған жер және оның беті жауып тұрған. Дұрыс айтасың. Қосымша қандай? Дұрыс, кез келген жеріңіз әрқайсының өзінің орны болады екен. Мынаның әрқайсының өздерінің суретпен жұмыс. Өзіміз бояп шығамыз. Түсі үйлесімділігіне қараймыз және ұқыпты әдемі етіп бояп шығамыз. Алдарыңызда бояу қаламдары берілген. Жақсылап асықпай бояп шығамыз.
Süyleştiğini karayın okudu acemi böyle şu an. acemi durumdayız.
бар болғандардың аты жөндеріңді жазып аты жөніңізді жазып өткізіңіз. Өте тамаша. Қарағанда абонементе сөйлесім білігі бір керемет ашылған. Керемет болды. Жақсы не бөліктіңде жұмыс қараңдар, қыздар қандай керемет. Бұл яғни біздің күнделікті көріп жүрген жұмыс көрпешеде үйде көріп жүрген. Ал мынау алты бұрыш ойды қараңыздаршы, мен көрдіңіздер ме? Жаңа біз айтып өттік қой, алты бұрыш, ром, геометриялық. Мынау үш бұрыш мысалы, кез келген, бұл да геометриялық фигура. Мынау өзіміз ойнайтын шахмат, үйде ойнайсыздар ғой, шахмат шашқы, соның бейнесінде келтірілген төрт бұрышты геометриялық фигуралардан жасалған ойын. Әсендікке тек қана үш бұрышты пайдаланған тырна деп аталады. Арайлымызды тек қана жаңағы ұзынша келіп сызықшалар пайдаланған. Бұл ши құрақ деп аталады. Майда, өте майда болады бұл. Жақсы бұл топ болыңыздар, мен келесі топ. Арай, соғанда тұрамыз. Atacağım biraz beraber. Okulun däl Arıcan жұмысында төрт бұрыштылардан шахмат тәріздес ойындар берілген. Айдананың жұмысында төрт бұрышты үш бұрыштылар ойыларымен берілген. Бірақ Айдана сәл шатастырылған, қараңыздаршы, ойы дұрыс шықпай қалған. Сөйлесімдерінде қасиет бар. Арайлымның да құралы ши құрақ деп аталады. Бұл да өте майда етіп кесіліп құралады. Бұл да ши құрақ, бірақ керемет әдемі ұқты орындалған. Жақсы жарайсыңдар. Ендеше қатарға қарайықшы. Бірінші тәжірибелік жұмысымыз аяқталды. Орнымыздан тұрып, сіздерге тұрсатын барлығымыз бірге орындайық. Сағаттың тілінде иіліп болмады, сағаттың тілінде иіліп солғады. Оң аяқ, сол аяқ, жаттығу оң аяқ. Өте тамаша, отырғаныңыздар орнына. Жақсы. Ендеше мына бір жұмыспен сәйкестендіру үшін орындап жіберейік, барлығымызды алып, сәйкестендір. Біз бұрынғы сабақтарда да орындап жүрген болатынбыз бұл жұмыстарды. Біз бүгінгі сабақта өте керекті міндетті түрде болып тігіледі, ине пайдаланылады, мата пайдаланылады, соған қарай сәйкестендіру орындап жіберейік.
Bu takıklardan alın takıklar. Tekstürleri, tügümünün uzunluğu, ya. Atlanacağız burada bir şey. Atlanacağız. Kınım oruna antrenör orayı. Yana orada da. Just böyle atlanacağız. Olduğun zaman Kasarmen. Araya kalın. Olay. Aldığınızda tabletlerimizi jинап, ikinci tecrübe жұмысқа кірсек шығып. Sizlerге жұлдыз жапырағы, үстіне үсті қағаздарды жабыстырып алып қоюды. Тамамын. Әдемілеп жасап шығамыз. Оқытты, аза. Жоқ, боямайық, бірден жасап қоямыз. Aspetta.
Oğlanların iyi görseniz de болады. Жақсы. Яғни оқушылар тобы екінші тәжірибелік жұмысты аяқтады. Жақсы. Марша тобының орындаған жұмысы. Жақсы. Өте жақсы. Енді алдарымызды реттеп, оқулықтарды алып, енді бүгінгі сабақта не білдік, жаңа сабақта не түсінікті болды, не түсініксіз болды. Қорытындыдағы сұрақтарға жауап беру арқылы сабағымызды бекітеміз. Дайындалып тұрыңыздар. Бүгінгі жаңа сабақта не білдің? Кімдай беру жауап беру? Америкалық тілдер техникасында матаны екі қиындысының арасына салынған бат еліне мақтаның қабатымен сырып тігіледі. Дұрыс айтасыңдар, яғни америкалық әдіс техникалық әдісінде дайындалған құрақ түрі екен. Жауап беру ары. Дизайн жолға дайындау, яғни оны идеяны жүзеге асыруға дейінгі Дұрыс айтасың, дизайн дегеніміз үдеріс келесі. Ниет жоқ. құрақ түрлері құрақ, квиз, петчворк. Ал енді орысша не дейсіз бағана? Лоскутное шитье, жапон тілінде сашика дегенге ұмытпаймыз. Айдана. Құрақ оған негіз талаптар. Сәтінен созылмайды, қаттығы біркелкі болған. Дұрыс айтасыңдар. Матаға қойылатын талаптар. Аружан. Құрақ бұл сөзінің батырмасы. Құрақ бұл сөзінің батырмасы лоскутное шитье ағылшыншасы құйылды. Дұрыс айтасың. Орысшасы лоскутное шитье, ағылшынша құйылды. Жауап беруге көсі. Құрақ құрау үшін қандай мата таңдап алған дұрыс? Сиса, сәтін, зығыр. Дұрыс айтасың. Құрақ құрау үшін қандай мата таңдап алған дұрыс дейді. Сиса, зығыр, сәтен дейді. Балнұр, келесі сұрақ. Құрақ дегеніміз қазақстан өзінде таңдап алған дұрыс. Дұрыс айтасың. Құрақ өнері қазақ халқының сәндік өнерінің қолданбалы өнерінің бір түрі екен. Арай. Үш негізгі түс, қызыл, сары және көк. Дұрыс айтады. Өте тамаша. Толқын жауап беру. Құрақ құрау барысында қандай геометриялық фигураларды қолданылады? Тікбұрыш, төртбұрыш. Өте тамаша. Тікбұрыш, төртбұрыш, ромб, параллелограмм, трапеция, бағана айтылған болатын. Осы геометриялық фигураларды пайдалана отырып біз құрақтың түрлерін жасайды екенбіз. Енді бүгінгі сабаққа кері байланыс берейікші, білгім келеді. Алдарыңызда стикерлер берілген. Бүгінгі сабақта не білдіңіздер? Не білгілеріңіз келеді алдарыңызда? Әкеліп тақтаға жабыстырыңыздар. Өз ойларыңызды жазып. Білемін, білгім келеді. Бүгін жаңа сөздер өттіге, бар мысалы. Соны білді. Білді, не білесіздер бұрыннан. Және келесі алдағы сабақтарда не білгілеріңіз келеді.
Qo'lsangiz daftarga bo'lsa, bo'lsa arayman. Kalbimiz bo'lsa, o'shalar bunda жаңа sabab tushunibdimi? Men tushunsiz bo'ldi, meni tushunberdingizlar. Bарлығы түсінікті болды ма? Жарайды. Ендеше үйге күнделіктеріңді ашып жазып алыңдар. 17-ші параграф тоқыма мозаикасының техникасымен жасалған тігін бұйымдарының дизайны, құрақ құрау, қойытшақ құю туралы осы тақырыпты оқып түсінік айтып келеміз. Және дәптерге 71-ші беттегі сұрақтарға жауап беріп келеміз. Түсінікті ма? Жақсы. Сау болыңыздар.